Балам семіріп кетті. Дышать тяжело. Ему дышать тяжело. Қарынды кетіру керек, қарынды. Нағандаш қарным. Мама, надоел. Қарын шығып кетті мен мамам. Жон. Мама, бес маған. Оғалық өзі. Мама, Мне майло. мама, надоел. Мама, қойшы. Наоборот, после тебя. Не надо, да. Ты после тебя не стоял. Швейцария была назад. Своя появится, а тем Ростиславна, в чем секрет? Ростиславна, красота, в чем секрет? Душа. Вы тебя любишь, да? У тебя дело такая стильная, красивая. Sizler tanımlamışsınızlar. Yeşilçi mutlulukten sizlerden başlar. Sonra bilgenlere. Bol neyse Destur Enşi. Destur Enşi ol neyse. Tapmanızda var. Тұрғанай, айналайын көзіңнен ашып жұмғанай, нұрыз құрманай, оттап тұрғанай, айналайын көзіңнен ашып жұмғанай. Браво! Тамаша джингл отын. Кешіңіздер алып өкіп. Айып етпеңіздер, е? Давайте, короче, қазір мен бағана тыңдап отырмын мына концертте, мына жерде енді қазақ әуендері орындалсын деп ескі әндер жаңартып отыр ғой. Көптеген әндер орындап отыр, Батыр ағамыздың әндері орындап отыр. Мен легендарный ағам бар, Оқпан деген ағамыз. Алатауда айналып деген білесіздер ғой? Соған бір кавер істеген, короче, прикол қылдырып. Майкл Джексонды қосқам ішіне, Римонды қосқам, Tonight деген, короче. И почему-то осы проекттің редакторлары именно сол әнді сұрап тұр. Сіздерге ұнайды ма деген, сіздерден жасап отыр ғой бар ма? Поэтому давайте попробуем.
тамаша аяқталды. Арғын 3 өлең айтты. Міне енді кетіп барамыз. Жақсы өткіздік, тамаша өтті. Менің туған сіңілім, өзімнен кейінгі тете сіңілім. Бұл сіңілім әрі сіңілім, әрі досым, әрі құрбым екеуміздің. Әрі шопырым де. Әрі шопырым екеуміздің анжамыз бәрі бір. Бұл еке болсыз менің өмірім жоқ, менің оның өмірі жоқ екенбіз. Сондай біргеміз. Бұл Арғынның кіндігін кескен Атын қойған. Атын қойған тәтесі. Мне Аргония деп Это она меня назвала Арғын деп. Повезло мне, да? Вот мне. Рахмет сізге. Осы есімде. Мына қыз не екен жатқан қыз? Осы менің сіңілімнің екінші қызы. Әйгерім. Мына бітей қыздың тұсауын кестім. Арыназдың тұсауын мен кестім. Маған сондай құрметті берді. Екеуі бөлелер ғой? Бөлеміз, бөлем. Пойдем, саған покажу. Ё-моё. Ана бізде Байнольский радикулеген бала ғой. Осы ғой. Осы кезінде Екібастұзда сататын осы. Екібастұзда сататын осы. Әрине, мына суды Екібастұзда кезінде әкеп сататын водовоздармен. Қазір білмеймін, сатпайды ғой деймін. Мынау деген керемет су ғой. Таза су, өте таза су. Көрші бада. Дәмі ғой. Ё-моё. Ана бізде Байнольский радикулеген бала ғой. Осы ғой. Осы кезінде Екібастұзда сататын осы. Екібастұзда сататын осы. Әрине, мына суды Екібастұзда кезінде әкеп сататын водовоздармен. Қазір білмеймін, сатпайды ғой деймін. Мынау деген керемет су ғой. Таза су, өте таза су. Көрші бада. Дәмі ғой. Ертең келіңіз, мен сізге бәрін істеп бердім. Өзім оның алдында бірнеше жолда жүрдім де, бірнеше күн ұйықтамағам. Ё-моё, думал. Енді айтып қойғаннан кейін ол кісі үлкен кісі ғой. Сыйлы, досының папасы. Блин, дедім да студияға барам, Әбеке, мен обычно Әбеке маған қонысты ғой, Әбекем қол тимей қалады, Ё-моё, барып аламын да енді, ертең келеді уже. Жазам ғой анамда. Ертең кім келеді? Отырам, түнгі бойы жазам. Уже бір моментте, настолько мына жез болит, вот здесь мына жерде канал бар. Білмеймін, не канал екен, әйтеуір тартады, сол қатты ауырады, Печім бәрі бірдеме қатты ауырады, ан жаққа шығамды, өкіріп бір жылап аламын. Бақырылам, деп қайттан келем де ойнайым. Қайттан шығам мына жаққа, қайттан бір жылап алам, Қалай шығады оны? Қайттан келіп ойнайым, Сүрінген қыз деген осындай ән жаздым, қараңыз. Текстін қараңыз. Жаңа, Гүлзираға, Гүлзираға. Нұрғыз ағаның Гүлзира апайға арнаған әнді. Сіз ол кісіге бердің бе уже? Сосын бердім, ол кісі ертегі настроениесі келді да, қайра келді тоже, күшті қойды, ол кісі ұмытпай қалып шықты. Потом басқа жағып жазды сол тақырыпты. Сол әнді басқа жағып сазырғып енді. Ойлатамын. Текст қарасын. Түріңнен әлемнің жүгірген ұстай алмай өзімді қысып қалдым көзімді апыл-ғұпыл сасып сіз қаштыңыз ғой пакетсіз апа деп жүргеніміз сен маған сүрінгеніңіз мен үшін сүрінгеніңіз немерелерімнің апасы сүрінгеніңіз балаларымның анасы сүрінгеніңіз жарқыраған жұлдыздай сен мен үшін көздерімнің қарасы сүрінген қыз Айтыватқан сен өзің ба? Сүрінген қыз немерелерімнің апасы сүрінген қыз балаларымның анасы сүрінген қыз жарқыраған жұлдыздай сен мен үшін көздерімнің қарасы сүрінген қыздар хотя кемпір ғой уже грубо говоря ана шабай грубо говоря бірақ бәрібір сол сен маған бәрібір сол бала кезіндегі сүрінген қызсың Сол кездегі сүрінген қыз. сен маған қанша әже бол немерелерге аналық ол бәрібір сен маған сол сүрінген істің деген тема ғой прикольно Күшті.
ерекше проект. Любимая, любимая. Ол кезде анандай не ғой? Ана не бар ғой, вдвоем с тобой, вдвоем с Иә, ол ерекше проект. Соны айтамын. Андай пластика ол кезде. Радиоға былай қояды пластика. Бір кезде ағы пластика бізде ДК-да менің ортасына түсіп кетті. Білесің бе Ол сол арасына? полдың арасына. Білмейсің бе? Мә, ол полдың арасынан андай ашық қой. Түсіп кетіп, әлгі полды ашып, мен алып бергем саяға. Я не помню, что Соны, мә, а полдың астына сонда күшім мықты. Күшім мықты менің. Кірет, енді. Қайда барады? Қазір басылады ашуы. Өлең айтып ана шаттықпен деп басып тұрып мен бек қасымда Жарайды, енді осындай шығар. түрі ақ цветі бәрі ақ оны сұрлау короче здоровый болды сосын дика әкеміз не істейміз дика әкеміз ауылда делать нечего короче жұмыс жасады ғой сосын ана қараймыз ауылда енді бір күн жүреміз ана суға барамыз жаңа әрбір бармайды суға әрбір ұрайық десек бейсенбі қалып бізді короче ұрысады короче бізге ой ё-моё деп өзіміз тасып жіберіп жынымыз ұстап жіберді короче сосын жарайды деп не істейміз енді шешіп жатыр ғой су барып келесің короче сосын жаңа қызыл әкеммен қарайғыр давай төлестік деп задумали дика әкеміз дика да жынды ғой ё-моё дика әкеміз басымызды қосса бітті ғой короче даже сіз айтып жүрсіз ғой помните мам майкенің басын қоспа деп иә екеуінің басы қосса бітті деп короче ана базаға барамыз база бар ғой атты тоқта тұрып иә екі қайғырды аламыз да ана жерде базаның ішінде қарғалар болады өліп жатқан сол қарға аяғын ұстап бүйтсең жылқы шошиды кәдімгідей шошиды и сөйтіп екеуміз қарға ұстап ана екі қайғырды короче бүйтіп базаға кіргіземіз шарбақтарын бәрін жауып тастаймыз да екі бүйтіп қарғамен екеуі бір бірін үркісеміз ғой бізге прикол короче екеуміз хахар деген екеуміз екеуі бірге тегісе бастайды қызлармен қараған кәдімгі тегіс отыр мы уау орайым короче бір кезде ана қызлар короче сдался жүгіріп кетті короче осылай шарбақтан секірем дейді да бүйтеді да сүрініп құлайды короче и біз дикан екеуміз қашамыз короче біреудің аяғын өлтіріп алдық ё-моё деп короче сен аман екен нормально Сондай қызық. Қараша қаншама ауылда қызықты сәттерің еске түсті. анау ауылдағы бұлақ бар ғой білесіз бұлақ Иә. короче сіз білесіз бе бейсен ағаның уазигі бар ғой Иә. уазигінің короче сол уазиг қой уазигінің короче тұрмыс істемейді Ана жақтан айдайсың. бейсен аға ана жерге столбқа дөңгелек байлап қойған ақырын келесің да сол дөңгелекқа соғылады да тастайсың короче иә сөйтіп қойған короче дөңгелек тұрмызды мың рет басып жүреді сол и біз анау еще білесің бұлақ басы андай жоғары ғой Иә, жоғары. астына түскен кезде невозможно там невозможно анау сол аулар үйреніп короче өздері аккуратно береді да анау сол крышкаға келіп тоқтайды да сөйтіп тоқтайды короче біз не можем короче айдап келеміз да короче енді ана столбқа сой десек қазір бітті өзіміз ойлайтып тұрмыз да бұрылып кетеміз короче ана жақтан вау деп осыны ана уазды итеріп алып келеміз короче итеріп Ол қайда барып соғылады сосын? соғылмайды өшеді сосын итеріп алып келеміз есік алдына сосын папан помните папаның девяткасы болды Иә. степта дикан екеуміз соғылдық қой степ екі ақ машина дикан екеуміз соғылып жүрміз ғой о-мое бұл кезде бека сидеді мен қасымда ол да қызық әңгіме болды и бір күні ана бұлақ бар ғой бұлақтан осылай келген кезде осылай мына жағынан келесіз ғой осылай резко обрыв же потом там помните там камень деп болды шығып тұратын камень и торымы жоқ бізде мен диканға айтамын ей дикан қойшы давай бір машина жуып келейік дейді мен дикош родной қатты жақындамашы деймін лучше потаскаем желек ничего страшного қатты жоға тоқтасын ол дикан вообще бас демейді надоел сол дикан бар ғой неше түрлі сол диканның арқасында неше түрлі приколдар көрдім ғой мен өмірімде бас демей бірдеме короче диканның бар ғой какой-то сумасшедший бар ғой сол Қорқу деген өлмейді. вообще бас демейді адам бар ғой қуады ғана бірдеме мен айтамын дикан пожалуйста
маған жақындамашы деймін. Нормально дейді. Дүйкан тоқташы деймін. Тормоз жоқ, білемін менде ми, короче, ода эмоция чисто. И бір кезде анжай келеміз осылай. Тоқташы. Машина тоқтамайды ғой. И бүйтіп ана бұлақ бар ғой, сол бұлаққа бүйтіп тұрамыз ғой машинамен. Соны арғы несейм, бачашы несейм дейді. Мен айтамын, ауру өзің ғой сен. Айтым ғой саған тоқта деп. Несейм, арғы несейм дейді. Уазик дейді. Ауру гөң деген прикол бар сені ғой. Гөң деушеді ғой. Уазик дейді. Басады дейді. Уайды. Қойдет бұлақтан былай өткенде былай жол ғой. Арғай тау ғой. Тауға көтереді көтір. Бас демей башы. Тауға көтереді. Яғын торымыз жоқ ойлаңызшы. Тартпайды бірінші көрсетпейді. Екінші көрсетпейді, бірінші көрсетпейді. Бір кезде, короче, ана машина тартпайды уже. Тауға кетіп барамыз ғой. Уазик деп гөң деп кеттік ғой. Гөң деген привычкасы болатын. Сосын бір кезде артқа кетіп басай ма? Торымыз істемейді бір кетті. И машина артқа кетеді, короче. Ағам сонда торымыз істемейді мәселеме жүре ма? Аға, бізде машина техника мықты ғой. Қос көріске сұқпады, резко осы. Ағамен солай шықпадым, қос көріс сұқпады, резко сол жерде коробкасын алып шашсап, өрісте болды. Аға, бізде масқара қатты біледі ғой. Бірақ енді үйде техникасы сондай, ауызки техника ғой. Тауға мінеміз, короче. Яғын тартпайды. Сосын артқа кетеді машина. И торымыз ұстамайды, прикиньте. Торымыз ұстамайды. И біз кетіп баратын атқа. Дүйкан рульді бұрады солға. И машина бедетті. Бокам. Солай. Екеміз ішінде там саймандар бәрі бышты отыр көші. Екеміз тұрып оламыз, анан көтеріп оламыз. Енді аға объяснить, почему сломалась, көші машина. Үйтіп, короче, үйтіп, қыздырып алып, еще рукояткамен қыздырып, апарып, қайтан сол столбқа барып, соғып, короче. Айттық, Жемес аға. Ағам үндемейді. Жен дейді. Диканға да, Диканның қады женіңіз ғой. Дикан өзінің несі ғой. Никогда әңгімайды. Ей! Дейді бұл. Деп Кім? Ағам. Никогда бір ренже, бір ұрысып, ондай болған жоқ ағамыздың. Никогда болған жоқ. Ол просто көзімен ренжейді болды, короче. Хотя мы у него машины угоняли, короче, Диган екеміз. Никогда такой не говорил. Бізге бір боқтаған емес, бір жаман сөз айтқан емес, бізге бір ұрысқан емес. Сен ағамыз бар, бір ұрысқан емес. Біз Диган екеміз, жынды болдық қой. Арман жатады сонда. Жынды болатымыз ғой, ауылға барам, бәрі туыс, ел жақта деген сол ән сөйтіп кіртайға апарады осы нәрсе. Аңқырлай, ой. Че, после марш свой, мам? Че, как, барып келдік па сен тойына? Жақсы барып келдік, иә? Мен той емес қой. Ауылдың тойы. Қара сен ауылдан қалай сен алып келесің? Сен әнші келген, саған ұнады ма? Маған өте ұнады, мен көп достарымды көріп кәдімгідей. Нұрбол ағамды көріп, көп ағаларымды көріп кәдімгідей. Просто ана ағасы бармай тұрып, ойлап тұрасың, зачем деп да. Келген кезде түсінді екенсің, зачем. Келген кезде уже түсінді екенсің да. Мен саған айттым ғой. Прежде чем говорить. Деп, Ләйлә Сұлтанмен. Келген кезде түсіндім ғой. Зачем я приехал? Ертең, короче, келіңіз, мен сізге бәрін істеп бердім. Өзім оның алдында бірнеше жолда жүрдім де, короче, бірнеше күн ұйықтамағам. И, короче, я думал, енді айтып қойғаннан кейін ол кісі үлкен кісі ғой. Сыйлы, досының папасы. Етебі, короче, блин, дедім да студияға барам, короче. И Абеке, мен обычно Абекем аңғымыз ғой біріне. Абекем қол тимей қалады, короче. Ё-мо-ё, и барып алам да енді. Ертең келеді уже. Жазам ғой анамда. Ертең кім келеді? Отырам, я. Түнгі бой жазам.
уже бір моментте настолько мына жерде болит, короче, вот здесь мына жерде бір канал бар, білмеймін не канал екенін, әйтеуір тартады, сол қатты ауырады, короче. Печім бәрі бірдемеге қатты ауырады, ана жаққа шығамын, өкіріп бір жылап аламын, бақырып аламын, деп қайтадан келемін де ойнаймын. Қайтадан шығамын ана жаққа, қайтадан бір жылап аламын, короче. Қалай шығады оны өлең Қайтадан келіп ойнаймын, короче. И сүрінген қыз деген осындай ән жаздым, қараңызшы. Текстін қараңызшы. жаңа Гүлзираға, иә? Гүлзираға. Нұрғыз ағаның Гүлзира апайға арнаған әнді. Сосын ол кісіге бердің бе уже? Сосын бердім, ол кісі ертегі настроениесі келді да, короче. Қайра келді тоже, күшті ойлады, ол кісі ұнатпай қалды. Потом басқа жағып жазыпты сол тақырыпты. Сол әнді басқа жағып сазырғып енді. Ойлатамын. Текст қараңыз. Түріңнен әлеммен жүгірген ұстай алмай өзімді, қысып қалдым көзімді, апыл-ғұпыл сасып сіз қаштыңыз ғой пакетсіз. Апа деп жүргеніміз, сен маған сүрінген қыз. Мен үшін сүрінген қыз, сүрінген қыз немерелерімнің апасы, сүрінген қыз балаларымның анасы, сүрінген қыз жарқыраған жұлдыздай, сен мен үшін көздерімнің қарасы, сүрінген қыз. Айтыватқан сен өзің ба? Сүрінген қыз немерелерімнің апасы, сүрінген қыз балаларымның ағасы, сүрінген қыз жарқыраған жұлдыздай, сен мен үшін көздерімнің қарасы. Сүрінген қызды хотя кемпір ғой уже, грубо говоря. Ана шал ғой енді, грубо говоря. Бірақ бәрібір сол, сен маған бәрібір сол бала кезіндегі сүрінген қызсың. Сол кездегі сүрінген қыз. Сен маған қанша әже бол немелерге, аналық бол, бәрібір сен маған сол сүрінген қызсың деген тема ғой. Прикольно, иә? Күшті. Қалай шығады өлеңі? Әкешең махаббатына шығарсаңшы өлең. О, живой этот. Ол деген, ол ерекше проект. Ол ерекше проект. Любимая, любимая. Ол кезде ағандай не ғой? Ана не бар ғой, вдвоем с тобой, ол ерекше проект. Соны айтамын. Андай пластика ол кезде. Радиоға былай қояды пластика. Бір кезде ағы пластика бізде ДК-да менің ортасына түсіп кетті. Білесің бе, Полдың арасына. Білмейсің бе? Ол полдың арасынан андай ашық қой. Түсіп кетіп, әлгі полды ашып, мен алып бергем саяға. Я не помню соны. А полдың астына сонда күшім мықты менің. Кірет, ейді. Қайда барады, қазір басыладан сол. Өлең айтып ана шаттықпен деп басып мен бек қасымда Жарайды, енді оқыды шығар. Мешіттің ашылуына кеттік. Қазір сол жерде не болып жатқанын тағы да түсіреміз видеоға. А біз қай жерде выступать етеді? Достарыммен кездесіп жатырмын. Ауылға келдік, мына мешіттің ашылуын. Даже менің әшейім, жеңгем, барлығымен кездесіп жатырмыз. Ары қарай тағы да көп адамдар. Маманікі, Саяпайдікі. Кәдімгідей адам көп жүреді да.
Романчыда. Давай. Bir narsa aytchi mаған. Taqmoq bilasizmi? Ricat. Mынау 14. 16 әлі шыққан жоқ. А, 16 кетсіз. Біздің ауылда үлкен той, үлкен той, мешіттің ашылуы болып жатыр. Міне бұл жерде артындағы келіп достармен, ауылдастармен көріп отырмыз. Енді осы жерде барша уақыт осы көріп жатырмыз. Тамаша кездесу болып жатыр, тамаша шара болып жатыр. Өте сондай ауқымды шара. Я у молодых спрашиваю, это же аргонин. Что такое аргонин? Я говорю, ничего себе. Я даже не знаю, какая-то какие хиты делать, сами поют, не говоря. Мерверт Смайлова, и она якобы экстравагантная. Ағаларымның балалары егіз екеуі. Міне бір томпиған бала ағаларым, қаншаған мен қаншаған балалары. Мінекей концертке келіп жатыр. Ой. А томпақты құшақташы, томпақты. Жаным-ау, жаным-ау.
Давай, алып кел. Давай, давай, 5 минут. А ну, 5 минут, не как-то. Давай. Sen kapitan. Son boy. Daha bir kapitan çıkar. Kim tarafı? Sen mi kapitan? Давай, ekeli. Halon kısmetin. Burası ne koyma? Burası alayım yiyince. Ağdadan koyup bak. Yok da sen de. Yok da sen de. Abi, kuantum desin. Может даже. Потому что biz ауылды дамай берсек. Енді бұрын біз ауылда болдыңыз, ауылда жүрдіңіз. Қазір өзгеріс қандай жалпы? Сол туралы айтып берсеңіз. Қандай өзгеріс? Короче, бізде бұрын баян ауылдан былай шыққан кезде еліне қарай қандай жол бар деген түсіндір ететін ё-моё. Қазір шықсақ уже жартылай асфальт салып тастапты. Енді алла жазса ол асфальтты бітетін қой жаңа. Уже басталып жатыр, ондағы өзгеріс. Қазақ милиция көзі нәрсе. Мешіттер салынып жатыр. Сақта қойылып. Рахмет сізге үлкен. Иә, рахмет. марапаттар құтты болсын. Өркендерін өссін. Алдағы жарыстарда жеңімпаз болыңыздар. Сонымен қатар дәл осы дипломмен, яғни Жұмақан ауылының 60 жылдық аясын өткен мешіт асханасының жастар орталығының ашылу салтанатынан өткен Банандай
Ассалаумалейкум. Салам-алейкум. Қасында Хитмен, Аргоня. Ойнашайman. В общем, Алматыдан Астанаға ұшып келдім. Арғындарды забрал здесь. Дальше летим чартермен. Арғынға прикинь, лично өзіне чартерный самолет заказ беріп летим. Я так рад, я так счастлив. Пойдем, Сакон, пойдем сюда. Не пошел от начала до конца. Можете сказать, каких пассажиров по фамилии? По фамилии, так, сейчас лучше сказать, чьи фамилии у нас. Балам, Алма. арғын, мынандай вертолетпен ұшқысы келіп отыр. Осындай Примерно сколько лет? Ну, ұштың ба? я мен білет балам. Ну, он примерно осындай мен. Бірақ только бір рет. А хочу постоянно, короче. Личный хочу дешевле. Бір рет, короче. Дорого. Дорого. Серьезно? Да. Лучше в аренду платить. Потому что аренда... Даже не знаю, честно говоря. Если так посмотреть, по-моему, наш полет вот этот вот, Усть-Каменогорск, Астана, Көпкеңес Первотропский. Жезказган, Көпкеңес деген организаторымыз главный. по-моему, где-то около 25 миллионов. Молодец. Это 4 пункта, да, короче, да? Усть-Каман, Астана, Да, Жезказган, Кокшетав и Астана. 5 пунктов, да? Осы момент, аха. Осы момент. Я, осы момент. Ұшамыз, Твой телек. Ана, дискомфорт дейді, қарным шығып кетті дейді. Конкретно ана жердің бәрі. Көрсетпей ақ қойшы. Қарны шығып. Қазір шай айтып отырмыз не. Самый такой экстремальный момент. Я. Сол ғой. Ана бұрындары ауылдарда таудан түскенде, тауға көтерілгенде машина сөйтіп түседі ғой. Почкадан өтегенсің ғой. Көзім жанып тұр ма? Вот қазір көзім жанып тұр. Көп маған айтады, көзің жанбайды, неге сенің көзің жанбайды қазір дейді. Мен айтамын, неге көзім жанбайды? Вот не қазір жанып тұр. Потому что көбі, неге айтады? Я сөйтіп айтатын болыпты маған.
сенің көзің жанбайды почему-то бұрынғыдай емес деп айтып көзімізді жандыру үшін не істеу керек? Міне менің көзімді жандыратын адам. Осы менің көзімді жандырады. бір нәрсе жіберші. Қалай? Отельге барамыз қазір. Так, дәл осы жерде тамақ ішеді екенбіз, дәл осы гостиница орналасады екенбіз, және тура осының жанында концерттік программа өтеді екен. Енді командасына жеттік. Саундчек, содан кейін демаламыз біраз. Көкшетауға келдік. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Көкшетау қаласына келдік. Көкшетау қаласына қош келдіңіздер. Міне сіздерде оғыз теңіздер. Алыңыздар, ас болсын. Көкшетау қаласы. Аэропорттың басы. Осы жерде ме? Құрметті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Міне біз 14-15 2 күн концерттік бағдарламамызды аяқтадық. 14 күні, яғни 2 күнге бізге чартерный рейс, яғни жеке самолетпен ұшырып алып кетті. Жайремде болдық. Одан кейін міне біз бүгін Көкшетауға келгенбіз. Көкшетауда осындай бір керемет отельде орналастық. Жайремдегінде отельде жаттық. Ол өте жақсы жер, поселок, район ғой. Райондандай гостиницаның барлығы өте бір жақсы жетістік ауыл ел тұрғындарына. Сондықтан қуаныштымыз, ризамыз, мың алғыс барлық ұйымдастырушыларға. Керемет жақсы концерт болды. Арғының әрбір выступлениясы бір овациямен өтті. Керемет ризамыз. Міне енді біз қазір тағы да бір сапар бар. Түнделетіп жол жүріп, 8 сағат, 9 сағат жол жүремізді. Қазір тағы да аттанамыз. Осы компания, Казцин компаниясы, яғни Алтын Тау деген компания, олар бізге негізі самолетпен Астанаға дейін апару керектін, бірақ қазір біздің планымыз өзгеріп, біз Екібастұз қаласына кету керек болып тұр. Соған олар тағы да бізге көліктерін беріп, яғни қазір жақсы көлікпен, жайлы көлікпен бізді апармақшы. Мына орналастырған гостиницаларының астында жаңағы площадь, міне мына жерде бізде площадь, осы жерде өлең айтып жатты. Мұнан шықтық, тамағымызды іштік, площадьқа барып өлеңімізді айттық. Қандай жанға рахат, жайлы обстановка. Сондықтан ұйымдастырушыларға барлығына көп рахмет айтамыз. Тағы
да талай концерттердің үзіндісін сіздерге салатын боламыз. Осындай жақсы жаңалықтармен бөлісіп отырамын. Блин, там этот был момент, короче, там звук, короче. О, блин. Прямо и... Алло. Родная ночь. Ага мне скинет, я послушаю и постараюсь за референс его взять и написать, короче, что-нибудь другое. Я подумаю, хорошо? Желание бешеное имею. Давайте у нас, пускай у нас все получится. Я даже этого не ожидал. Реально, я сижу тут фигею просто. Еще надо было плюсом сказать, еще на английском разговаривают, еще переводится. А вот сейчас уже как бы, да, трое детей у нее. Сейчас она нам подает. И, естественно, я вот сейчас ей помогаю, чтобы она поднялась и нормально сама заходила. Вот для этих ситуаций все очень нужны, чтобы писать. Стоп, на нее писать, что ли? Я должен все знать, что она имеет в виду, какие у нее мысли, короче. Для этого надо, чтобы они вместе посидели, Нет, поговорили, пообщались. Да? Я долго думал, как его назвать. Вот я придумал. Серьезно? Пусть его зовут Арган. Мне первого сына Даниил зовут. Да, это мой отец назвал и сказал, когда у тебя второй сын родится, ты его сам назовешь. Я говорю, батя, говорю, я не знаю повода, а теперь я знаю повод. Вот. Арганчик маленький. Да. Родишься, короче, Алла қаласа, бәрі жақсы болса, Құдай қаласа, бауым берік болып, через 20-30 лет, когда ты станешь большим взрослым мужчиной, будешь смотреть это видео, короче. И я надеюсь, что я не подведу, короче. Да. Тебя. Сынок, вот, сегодня возле меня большая звезда Казахстана. Сынок, ты еще развиваешься. Ты родишься в начале 24-го года. И сейчас возле меня большая звезда Казахстана. Какой у тебя отец щедрый души человек, да? Да. Он просто сидел и уронил телефон. Хорошо снимал. Нет, нормально, нормально. Настроение просто детское. Мен арғын шын айтамын сен егерде азамат болып мына видеоны көріп жатсаң, вот жаңа ғана папаң шешіп қабылдады. Мен айтамын, очень рахмет саған. Брат, если родится сын, я назову его Арган. Это дочка Арангуль. Все, да. Скоро будет у меня второй ребенок. Я надеюсь, что его зовут звать мальчик и пусть он будет. Я вам желаю, хочу узнать, что все правильно. А я жеңіл болып, бәрі жеңіл өтсін, аман есен, бауы берік болып дүние келсін, мамасы да қатты қиналмасын. Я искренне вам это желаю. От души буду. Рахмет, брат. Рахмет, брат. Будем сотрудничать, поэтому процветание. It's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon.
stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Мен анда құтты болсын, шын өте.